Аида Кауменова, қалайсың, Аида? Депрессиядан қайтып шықса болады. Причина депрессии қандай? Хэппи мама токмок. Вообще қырғыздар өте көп қатысады, иә? 02-02-20 жайында не айтасыз? Зеркальный день айтып жатыр ғой. Білмеймін, мен енді біздің исламда ол туралы ештеңе айтылып жатпағаннан кейін қатты мән беріп жатқан жоқпын. Баламмен ауырып 40 температурамен түстік жөтел пайда болды. Жақсы. Аида, қашан Стамбулға сіздіңді отырамыз, қашан шығады екен деп. Алхамдулиллах. Сәлеметсіз бе? Мені неге оқымайсыз? Оқып отырмын, Мадина. Аман болыңыз, Айнар ханым. Естілмейді даусыңыз дейді. Естілмей жатыр ма? Кімге естіледі, кімге естілмейді? Кәні толық жауап береміз. Как удачно выйти замуж? Оны 11 күнгі сабаққа қатысыңыз, сол жерде біз күшті техникалар айтамыз. Жақсы, тұрмысқа шығу деген, тұрмысқа шығу деген сабақ болады. Қарыздан құтылуды айтыңызшы, жөтел қалай кетірдіңіз дәрісіз? Соны сұрап жатырсыз, жөтел қалай кетірдіңіз дәрісіз? Кетті ғой. Мұсылман әйелге қастері күнә дейді. Әрине солай. Жұмыс болайын деп болмай қалып жатыр. Успокойтесь. Жылап отырсыз ба? Күліп отырмын. 11-дегі сабаққа 17 жаста, вот именно 17 жастағы қыздар, 14, 15, 16, 17, 18, 19, вот соларға идеально. Тұрмысқа шығайын, әлі шықпаған, армандар картасын жасауға, жастарға да, оларда цель көп бізге қарағанда, мысалы. Алдындағы күндерден бүгін жақсы ажарыңыз қапталыңыз. Рахмет. Техникалардың бәрі керемет, маған көмектесуде. Менің 7 жасар қызым сізді керемет тосып тыңдайды. Техникаларыңыз бәрін жасап жатыр. Папасы екеуміз қарап таң қаламыз. Қуану керек онда. Намазды қалай бастауға болады? Нәпсіні жеңу дейді. Аллахқа деген сеніміңіз күшейтуіңіз керек. Дұға қылыңыз, Аллах мен иманымды оят, иманымды көтер деп. Ақша тұрмайды, неге ақша тұрмайды емес. Сіздің тапқан ақшаңызбен қажеттілігіңізді өтейтін ақшаңыздың ара қатынасы кішкене ұзақ. Яғни тапқан ақшаңыз қажеттілігіңізді өтеуге жетпейді. Ақшам тұрмайды, ол жинай алмаймын. Сіз жинай алмаған ақшаны өртеп жіберіп жатқан жоқсыз ғой, или унитазға ағызып жатқан жоқсыз, жұмсап жатырсыз ғой. Вы же покупаете что-то. Яғни жетпейді просто сол да. Яғни келіп жатқан ақшаны көбейтудің жолдарын ойластыру керек. Эко қашан ойнатылады? Қателеспесем, мартта болу керек. Оны Елмираның парақшасына кірсеңіздер, Елмира айтады. Әпкемен тастап қоя берем, психосоматикасын айтып беріңізші. Ата-анаңызға обидаңыз жоқ па? Особенно әкеңізге. Мысал үшін, біз қандай үйге кіргіміз келмейді? Суық үйге кіргіміз келмейді, яғни сіздің жатырыңызда суық болуы мүмкін. Ребенку некомфортно. Қарау керек, оның бірнеше себеп болуы мүмкін да. Аллахтың қалауымен ғажайып 28 күнді бастап отырмын. Резиденция. Қуаныштымын. Армандар картасын жасау күнә болмай ма? Қараңыздар, күнә деген не? Күнә деген біріне Аллахқа серік қосу. Мысалы үшін мен армандар картасын жасаймын, мынандай үйім болғанын қалаймын. Нақтылық керек қой, маған чопапалы үй керек жоқ. Маған конкретно 2 қабатты үй керек, оның бассейні болу керек примерно. Маған 2021 жылғы мынандай машина керек.
баламның мына жерде оқығанын қалаймын, конкретный заказ. Мысалы үшін сіз бір басшылыққа жұмысқа келген кезде любой жұмыс бере салшы демейсіз ғой. Менің мынандай бейімім бар, маған мынандай жұмыс керек. Вот сол сияқты мен өз заказдарымды конкретно жазып қоямын да, сол бойынша сосын жұмыс жасаймын. Яғни армандар картасы, бұл ол армандар картасын мен табынып, оған қарап намаз оқып жатқан жоқпын ғой. Армандар картасы это мой заказ болды. Анау күнә екен, мына суды тұрып ішсең құсып тастау керек екен. Өткенде біреу айтады маған, бейсболка киген күнә екен дейді. Мен айтамын, субханалла, анау күнә, мынау күнә, мынаған жолама, анаған жолама деген кезде адамдар дінге келмейді, адамдар діннен қашады уж. Анау запрет, мынау запрет, мынау запрет қылсын, сонда өзі не болады өзі деген сияқты қорқыныш пайда болады да. Айнұр ханым, ғажайып 28-дің техникасы керемет, бриллиант сырға ұтып алдым. Енді Стамбулға саяхат. Вау, Назым. Сіз вы в потоке, значит, сырғадан кейін Стамбулға ұтып алсаңыз, бірінің атынан бірі. Күшті ғой. Әкемен ұрысқым кеп тұрады, 2 рет ажырасқан қызбын. Вот. 2 рет не үшін ажырастыңыз? Өйткені әкеңізбен отношения жөнделмеген да. Әкені қабылдамаған әйел, әйелдер қауымы дүниеге келгенде, жалпы әйелдер қауымы емес, адамзат кез келген адам баласы дүниеге келген кезде оның өміріндегі бірінші кездесетін әйел ол оның анасы, бірінші кездесетін еркек ол оның әкесі. Яғни әкесімен қарым-қатынас жасап үйренген қыз ер азаматпен еркек атаулымен қарым-қатынас жасап үйренеді. Ал енді әкесімен қарым-қатынасы болмаған қыз ол күйеумен қарым-қатынас жасай алмайды. Ол ұлымен проблема болады, потому что ол өміріндегі изначально ең бірінші өмірінде болған еркекпен қарым-қатынас жасауды үйренбеген еді. Сол сияқты көрген кездегі әйелдермен қарым-қатынас жасап үйренбеген, өзінің анасын толық қабылдап, толық ақтап алмаған адам енесін қабылдай алмайды. Қайынсіңлік, қайынжұртының қызымен проблема болады, потому что ол изначально әйелдер қауымымен тіл табысып қарым-қатынас жасап үйренбеген да. Армандар картасын жасамай жазуға болады, Альбина, конечно болады. Бүгінгі күнге уже айтып қойдым. Аяқтағы варикоз неден болады? Күш қой, нагрузка. Аяққа нагрузка емес, миға нагрузка. Менің мойнымда жүк көп, ананы өзім істеу керек. Яғни бәлкім варикоз қандай жағдайда болады? Әйелдерге көп жағдайда, егер еркегіне көп сенімсіздеу болса. Яғни мына үйдің тірлігінен бәрін ер азамат істейді деген сенімді жоқ. Бәрі маған қарап тұрды, мен деген кезде миға нагрузка. Вот варикоз. Армандар картасын жасадым, қуаныштымын, тамаша. 28 күн техникасын ұстай алмай жатырмын, не істесем болады? 2 рет қатыстым. Қай жері сізге қиын болып тұр? Қайсысы? Видимо, ұрсып қоя бересіз да. Ұрсып қоя беретін болсаңыз, онда мен потогымды ашам, күшті болам деп, онда күтпей қойыңыз, без проблем, ұрсып жүре беріңіз. Это ваш выбор. Менде де әке шешені ақтау аз. Толтырамыз. Алматыдағы пәтеріңіз маған бұйырды, Аллаға шүкір. Но это аффирмация, жаным. Заң бойынша 30-қа рұқсат керек па, күйеуім 30 ойнатайын деп еді. Негізі лотерея деген нәрсе кішкене қиындау, өйткені Аллахтың алдында да, адамның алдында да оның кішкенесі бар. Өйткені 5000 теңге, 10.000 теңге біз түк алмаймыз ғой, просто ауаға лақта саламыз. Выигрыш болады, болмайды, непонятно. Біз кітап 30-ында біз не істейміз? Біз кітап ойнатамыз. В любом случае, бәріңіз 30-ты боласыздар. Яғни бәріңіздің қолыңызда кітап болады. Бүгін мен историяға қойып қойдым, бір жігіт жазыпты екен, өзім оқып бітірдім, енді қарындасыма бердім дейді, челлендж сияқты дейді да. Қатты азамат жігіт жазып отыр. Қатты ұнаған соншақ туысқандардың чатына бәріне жазып жатырмын дейді. Мына кітапты алыңдар, оқыңдар деп. Маған қатты әсер етті кітабыңыз деп жатыр да. Аллахтың қалауымен кітабым сәтті шыққан сияқты қуанып жатырмын. Ғажайып 28 күн техникасымен толық айтпаймын, оны сабаққа қатысқан кезде де айтамыз. Это бизнес, қыздар. 28 күн техникасы. Ғажайып 28 күн кітапта да бар, если что. Сіздің сабағыңызды ютубтан тыңдап, ата-анамды әлі де ақтап жатырмын. Иншаллах, Аллах зейініңізді ашсын. Кредит күнама. На самом деле, я күнә. Күйеуім екеуміз көп ұрысамыз, бірақ бірінші мен досасам, оған бәрібір. Бір ай, 2 ай болса да жүре береді, сөйлеспей. Не істесе болады? Ұрыспау керек. Ұрысып қалдыңыз, иттей болып өзіңіз сүмірейіп, барып кешірім сұрап тұрады екенсіз, достатайықшы деп. Лучше ұрыспаңыз, зачем қадіріңізді қашырып жүрсіз? Сіздің марионетка сияқты күйеуіңіз сіз біліп алғанда өзі келеді дейді. Қайда барады? Өзі келеді.
так что қатайып алыңыз, кешірмей болыңыз, бүйтіңіз сөйтіңіз, ау деген нәрсені айтып қазір айдап салып жіберуге болады сізді. Қазір айдап салса бүйтіп ұшайын деп тұрсыз ғой. Невыгодно. Невыгодно. Вообще. Лучше ұрыспай қойыңыз. Артынан сүміреп алып тұратыныңызды ойласаңызшы. Кітап алсаңыздар өкінбейсіздер. Қуаныштымын. Айнұр, уағалейкум ассалам. Мен бүгін кітапты алдым, қажетіңізге жарасын. Әкем 5 жасымда қайтыс болған, қалай ақтаймын, спокойно. Білесіздер, мынандай жағдай болды. Менің сабағыма қатысқан бір қыз туған кезде ата-анасы кішкентай кезінде авариядан қайтыс болып кеткен. Сосын бұны кісіні нағашылары асыраған, былай асыраған, бүйтіп асыраған, сабаққа қатысты. Вообще әке шешені ақтау биологически ата-ананы ақтаудан басталады. Көп айтады, мені атам әжем бақты, соны істеймін ба, мынаны істеймін ба, мынаны бүйтпеймін ба. Тем более ата әжесі баққан балаларда әке шешеге обидасы былай болады. Тем более. Орысша сөйлемей-ақ қойшы дейді Қамажай Ахметовна. Жаным, апам, жасыңыз үлкендеу сияқты. Мен өзім білейін шаға қай тілде қалай сөйлейтінімді. Білем, орысша сөйлей алмаймын. Но кішкене ясно болып кетеді да сол кезде. Сіздің нервіңізға тиіп отырған сияқты. Сізді өшіріп тастайын, жақсылап бал қосып, шай ішіп, кішкене расслабить етіп алыңыз. Не қыласыз прямой эфирді? И так же нұрып отырсыз. Так, ер адамдар қатысқаны қандай күшті, Аллаға. Вот. Ер адамдардың қатысқаны өте күшті. Разия Абикешева, жақсы сөздерің, жылы жүзің, үлкен жүрегің үшін рахмет. Мен 28 күнде аяқтадым, машаллах. Вот, аяқтасаңыз. 4 жыл болды, бала көтере алмай жүрмін, врачтарға бардым, нәтижесі жоқ. Но 4 жыл, во-первых, қатты паниковать ететін уақыт емес, 8-10 жылдан кейін көтеріп жатқандар өте көп. Біріншіден, түпсана сабауға қатысыңыз, әке шешеңізді ақтап алыңыз, установкаларыңызды іздеңіз, қай жерде балаға блок қойылды. Мысал үшін мынандай нәрсе, мынандай өте менде көп кездескен, анасы бір қыз қатысты, ол қыздың көтере алмай жүргеніне 5 жыл болған. Анасы бұл қызды дүниеге әкелгенде қайтыс болып кеткен. У нее постоянный страх, мен бала тусам қайтыс болып кетем. Мен шешем қайтыс болған. Біз әдетте сол әке шешеміздің кармасын алып аламыз да. И солай қорыққанда содан и әке шешені ақтап алу арқылы, өгей баққан анасын ақтап алу арқылы миындағы программаны трансформация жасадық та. Мен бала көтерем, мен бенім сау, Алла мені сүйеді, мен көп балалы анамын. Вот осы установканы әйтпесе бала тусам өліп қалама деген қорқыныш балаға шектеу қояды. Либо неге осы баланы шұбыртып туа береді осындай сөгу біздің миымызға. Біздің миымыз біз біреудің баласын жақтырмай жатқанымызды түсінбейді. Перфекционистер, мен үнемі айтамын, перфекционистер бала көтеруі кішкене қиындау. Немесе бір баламен шектеліп қалады. Перфекционистер ешқашан 6-7 бала тумайды. Байқаңыздаршы маңайларыңызда. Перфекционист деген кім? Перфекционист деген слишком идеальный чистотамен өмір сүретін адамдар. Оларда көп бала болмайды. Максимум 3. 3-дің өзі көп болып саналады оларда. Максимум 3. Өте чистоплотный. Потому что олар миына қандай установка қояды? Олар миына бала шашып жатады, үйдің бәрі тап-таза болып тұру керек та, тап-таза, идеализм. И бала туса шашады. Стенаға жазып жатыр, ойбай бала ағызып жатыр, тамызбай же қолың май. Балауса, қараңыз, балауса Арда Бековна айтып жатыр маған. Ешкімнің сынын қабылдай алмайсыз. Иә, тәкаппарлық өзіңізде де бар сияқты. Біреу бірдеңе айтса, өшіруге дайын тұрасыз. Вот сізді де өшіріп тастай аламын балауса. Біріншіден, мынандай нәрсе бар да. Сын деген нәрсе ақылды сын болады, ақымақ сын болады. Мысалы, маған біреу айтады да өткенде. Қартайып кетіпсіз, ужас дейді. Бұл енді Аллахтың жаратқаны ғой. Екіншіден, мысалы үшін мен ана біреуге айтсам, мына көйлек жараспайды. Мен не шаруам бар? Көйлегі жараса ма, жараспай ма? Мен кіммін оны жөндейтін да, примерно. Өзі біледі ғой, не киетінін, не жарасатынын. Өзіне ұнап тұр, кисін, без проблем. Сол сияқты мен орысша сөйлеймін бе, какая разница ол адамға? Сөйлегім келді, сөйледім. Мен бұл жерде бір жүректі айнытатын бір нәрсе жасап жатсам түсінуге болады. Бағана айтып жатыр, сіз су ішкен кезде дауысы бір түрлі естіледі. Ну, бүйтме, ол адам нашар естіліп тұр. Сол үшін бәлкім тәкаппарлық менде бар, келісем. Тәкаппарлық бәрімізде бар. Ауызбилlah шайтан ешқашан дем алмайды, ол үнемі біздің миымызға салып тұрады.
Сондықтан менің қазір сол ағузубилях шайтаным қазір сізді удалить етіп таста деп тұр, енді орындаймын ол кісінікін. Ренжімеңіз. Аборт туралы не айтасыз? Во-первых, мынандай нәрсе. Аборттан бұрын мынандай состояние бола ма көп адамдарда? Мынандай болады, иә, байқайсыздар ма? Менің ешкімге керегім жоқ. Менің ешкімге керегім жоқ. Мен өлгім келеді. Я никому не нужна. Осындай состояние болады да. Қалай керегің жоқ? Сен әкең бар, шешең бар, бауырың бар. Жоқ, мен ешкімге. Өйткені по ДНК берілген установка. Бала көтеріп қалған кезде шешесі, мысалы үшін, нежеланный ребенок. Залет. Көтеріп қалған кезде не болады? Алайын ба, алмайын ба? Осы бала маған керек ба, керек жоқ па? Керек ба? Туайын ба, тумайын ба? Қиналып жүрмін, естіп мына баланы тусам қалай болып кетеді жағдайымыз? Өзіміз итак күн көре алмай отырмыз. Или екіқабат не істеген кезде не дейміз? Жігітім алмай қойса не істеймін? Осы баламен қалып кетсем не істеймін? Бұл страх. Бұл страх. Бұл нені білдіреді? Бұл по ДНК берілетін нәрсе. Балаңыз өзіне өскеннен кейін не болады? Мен ешкімге керегім жоқ. Ол подсознательно, бейсаналы түрде, өзі білмейді сознательно. Бейсаналы түрде мына түп тұқиянында, ДНК-сында анау кезде шешесі керек па, керек жоқ па деген информация бар да. Мынандай нәрсе айтайын. Жақсы әйел ана бола алмаймын деп қорқамын, достарым аз. Видимо, анаңызға обидаңыз өте көп, анаңызды ақтамағансыз, анаңызды қабылдамағансыз. Проблема емес, оп-оңай оны установка жасай аласыз. Мен жақсы әйелмін, жақсы анамын. Мынандай мен бір қызық, бір акушер-гинекологтан естідім осы әңгіме. Естіген кезде мен сай сүйегім шықты. Больницада жатқан болатым, сол кезде қызық мынандай оқиға болды. Біздің қасымызда бір орыс әйел жатты да. Орыс әйел жатты, сол орыс әйелдің іші үлкен, туайын деп жатқан 5-6 ай, үлкен іші. Сосын мен айттым, сізде угроза ма десем, айтады, жоқ, угроза емес, мен абортқа келдім дейді. Я говорю, как это абортқа? Вот мен абортқа келдім. А сізге аборт жасайды ма? Жасайды. Мен таң қалдым. Қалай? Орыс қой енді. Қазақтарда да бар ондай өте көп. И сосын қалай жасайды? Оказывается, бала 40 күнге дейін балада жан болмайды, әлі. Одан кейін жан біте бастайды. Бала өсу процесіне уже өтіп кетеді ғой. Жүрек соға бастайды, биениесін естиді, өсе бастайды. Қараңыз, сонда бала жаңағы өскен кезде, 4 ай, 2-3-4 айлықтарда аборт жасауға болмайды ғой. Сол кезде не істейді аборт жасау үшін? Мысалы үшін мен тумаймын, аборт настаивает пациент, жасайды екен. Мен соны естігенде шок болдым. Жасағанда қалай жасайды? Ішінде бала тірі ғой, ол іште жүрек сердцебиениесі бар бала. Ол баланың маткасына укол салады екен, ана бала өлгенін күтеді екен да, сөйтіп өлген кезде алып тастай салады екен. Енді қарасаңыздар, сонда мен жаңағы хирург, акушер-гинеколог па, сол жаңағы баланы алатын. Сол кісі айтады маған. Бала сердцебиениесі болғаннан кейін дейді, аборт жасайсың ғой. Аборт жасататын кезде тіпті жаңағы өлтірмесе де просто аборт жасап жаңағы вакууммен сорып алама бір бәле сұрау, мен енді ол жағын білмейді екен. Сол кезде дейді да, сенесіз ба, Айнұр ханым дейді. Сенесіз ба дейді. Балаға жаңағы ішіне вакууммен жаңағы баланы сорып алатын кезде ана плацент дейтін беді. Бала, іштегі бала қашат дейді ғой. Вакуумнан жаңағы матканың қуыс-қуысына қашат дейді. Сонда ол, оның ақыл-есі дамымаған, бір кусок қызыл ет, ол өзін өлтіруге кеп тұрған, өлімнің кеп тұрған қайдан біледі, ойлаңыздаршы? Қайдан біледі? Сонда плацента, мен вообще сауатсызбын бұл жағынан. Плацента қашат дейді да, жатырдың ішінде. Көрдіңіздер ма? Сонда мен естігенде шок болдым да. Вот ДНК дегеніміз қандай да? Мысалы үшін мынандай нәрсе бар, эмбрион, вот ол да дұрыс айттыңыз, Мысалы мынандай нәрсе бар да, өлімнің кеп тұрғанын біліп тұр да. Мысалы үшін ДНК деген нәрсе бұл тектік қой, бұл код
дейді, біздің тегіміздің кодтың жиынтығы деп алып қарайтын болса. Қараңыздар, мысалы үшін мынандай нәрсе бар. Бізде аллергия деген ауру бар, қазір екінің бірі аллергия. Бұрын кішкентай кездеріңізді ойлаңыздаршы, біздің әкемізде, шешемізде аллергия болатын бе еді, апаңыз, әжеңізде? Вообще жоқ, вообще болмаған. Біздің ағзамыз сонау қазақтың сол бастан келе жатқан генетикасы, жылқының еті, қойдың еті, қамыр, кеспе дегенге үйренген да біздің. Сөйтіп жүрген кезде бір күн сарт етеді, ананас шығады, сарт етеді, мандарин, апельсин. Біздің ДНК-мыз, организміміз шокта да уже. Шокта. Организм шошынады да, жаңа ағзамыз итереді. Вот аллергия деген, ананы жейміз қышынады, мынаны жейміз қышынады. Организм шок алып жатыр да. Сонда біздің ағзамызда, ДНК-мызда, генетикамызда жоқ өнімдер біздің миымыз шошытып жатыр да примерно. Аборт жасағанда десе, аборт жалпы қыздар мынаны айтайын. Бұрын аборт жасаған болсаңыз, қателік істеген болсаңыз, күнәңіз болған болса, бір кісі дейді, үлкен күнә жасап қойды деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп айтады дейді, мен күнә жасап қойдым, не істесем болады? Барда мешітке кіріп намаз оқып кешірім сұра депті да. Бір күні жаңағы кісі қайтадан кепті дейді, басын төмен қойып, мен сол күнәні жасап қойдым, мен не істесем болады? Өткенде жасамаймын деп уәде беріп тағы жасап қойдым. Кіріп намаз оқып кешірім сұра деп. Бір күні ана кісі вообще намазға келмей қойыпты. Пайғамбарымыз іздестіреді дейді, мынау қайда кетіп қалды, мынаны тапсаңдаршы. Сосын алып келіп айтады, я Расулуллах, менің Аллахтың алдында кешірім сұрайтын бетім жоқ, мен мына күнәмді тағы жасап қойдым, мен санасыз адаммын осындай. Мен бітті, мен адам қатарынан шықсам болады, мен адам емес, хайуанмын дейді. Пайғамбарымыз айтады дейді, сен егер кешірім сұраудан шаршамасаң, Аллах сені кешіруден шаршамайды дейді. Аллахтың мейірімділігі соншалықты да. Сол үшін бұрын аллергия деп, аборт жасап қойдыңыз ба, жарайды бір төсек қатынасына түсіп қалып, нежеланный ребенок болып қалды ма, қалай болды, еш қалай не қылмаңыз, Аллах мейірімді. Тек біліп отырсыз, сіз оның күнә екенін білдіңіз, сезіндіңіз ба, сіз не сабақ алдыңыз? Оны қайталамаймын деп сабақ алдыңыз. Все, оны қайталамаңыз енді. Бұл дүниеде күнәдан таза адам жоқ. Қазақ айтады, ол бақасыз көл болмайды, қатесіз адам болмайды. Күнәдан таза адам жоқ. Бәріміз де өтірік айтқанбыз, бәріміз де ұрлық жасағанбыз, бәріміз де алдағанбыз, бәріміз де біреудің хақысын жеп кеткен кезіміз болған, бәріміз ата-анамызды ренжіткенбіз, бәріміз адамдармен ренжісіп ауыз сөз айтқанбыз, бәріміз өсек айтқанбыз. Ал енді сонда күнәм бәрі жасаған болды, мен күнәһармын дейтін болсақ, қырылып онда суицид жасайық бәріміз. Олай емес. Аллах бәрін кешіреді, бәрін кешіреді. Қазір біліп жатсыздар ма? Сол күнәларыңыздың есебінен садақа беріңіз. Садақа сізді тазалайды. Аборт жасаған өкінбеңіз. Өкіну шайтанға тән дейді. Бибінұр жаным, қалайсың? Өкіну шайтанға тән дейді. Өмір аборт жасамаған Аллахым бір қыз бет. Неге бала бергендерге аборт жасайды екен? Бұл сізді сөгу. Сөкпеңіз ешкімді. Біз ешкімнің білмейміз, не үшін ол аборт жасады, не итермеледі, оның состояниясын ұқпаймыз. Сол үшін біреу аборт жасапты, арағы ішіпті, ажырасып кетіпті, адам өлтіріпті, никогда сөгіп, ұятсыз оңбаған көргенсіз қалай істейді, қалай осылар аборт жасайды екен, бұл не деген қатыгездік, яғни ол не деген қатыгез, мен болсам мейірімдімін, неге мен сияқты бермейді. Это все осуждение, қыздар, жігіттер, так нельзя. Білмейсіз, ертең ақ соның адына топ ете қаласыз. Біреудің күнәсін сөз қылған адам дейді, қателігін күнәсін. Сол күнәні өзі жасамайша бұл дүниеден өтпейді дейді. Сіз болмағанмен сіздің ұрпағыңыз бар, маңайыңыз бар. Так что не осуждаем. Аллахым бір шығар жол беріш деп тілеп едім, міне өміріме келіңіз, машаллах. Өткен іске өкіну, мен күнде айтам, өткен іске өкіну болашақтағы бақытыңды жойып жібереді, болашағыңды жойып жібереді. Өткен ішке өкініп, сүйрелеп, өкініш деген бұл бір шелек мусор сияқты, бір шелек мусорды көтеріп алып, бүгін міне 2 февральға алып келіп отырсыз, 2021 жылға әкетіп бара жатырсыз. Осы жерден оставьте өкініштің бәрін, реніштің барлығын, қорқыныштың бәрін тоқтатыңыз, тастаңыз. Ақтап алу деген не, Айнұр ханым, кешіресіз, Назира, оправдать етіп алу керекпіз. Оправдание. Сіздің кітапты алып, мен үй аламын. Алла мені шексіз сүйет, маған сол үйді бұйыртады. Вообще, мынандай бір нәрсе айтайын сіздерді. Может, сіздерді успокаивать етіп жатыр деп қабылдайсыздар, может, басқаша қабылдайсыздар, өздеріңіз қарайсыздар. Кітапты алған кезде үй алсам деген бір цельға қатты кіріспеңіздер. Снижайте важность дейді.
Зеланд айтады, біз мына бір құрманы жесем шіркін-ай, қашан аламын, қашан келеді, қашан деген кезде важность болып үлкейіп кетеді. Важность деген маңыздылық. Біз не нәрсені өте қатты маңызды деп санаймыз, ол нәрсеге жете алмай қаламыз. Мен бала туғым керек. Көп әйелдер айтады, бала туғым келеді. Не үшін туғым келеді? Күйеуін тастап кете ме деп қорқам. Сен сонда бала мен күйеуді ұстап қалу үшін тумақшысың ба? Ешқашан еркек балаға тұрмайды. Бала мен еркекті ұстай алмайсың, сен санамен ұстамасаң да. Сондықтан баланы туасың ба, сен аналық махаббатымды беру үшін, салиқалы иманды ұрпақ өсіру үшін деп туу керек та баланы. Күйеуді ұстап қалу үшін, күйеу үшін емес. А сізге ол керек болмаған бала күйеуге де керек болмайды шындығында. Кешірім өтінемін. Сондықтан не нәрсені қалаған кезде ойланыңыз. Не қалайсыз? Мысалы үшін айтады, Айнұр ханым, мен бір жігітті жақсы көремін, тек соған тұрмысқа шыққым келеді. Мало ли что, жаным, мало ли что. Может, сен принц қана, шейх Саудияның ба, бір Дубайдың принціне шыққың келетін шығар. Это не твоя цель. Не твоя цель. Яқтым болғанын қалаймын. Айттым өткенде, Карта мечты на яхты болып қойған. Ну, былай қарасаң, енді, конечно, логично, в будущем яхты болады деп поем, теңіздің жағасына көшем деген. Но данный момент, зачем тебе яхта? Зачем? Басыңа үй таппай жүрген кезде, да, примерно. Разумный болу керек қой, цель деген нәрсе. Сондықтан мына кітаптарды алған кезде қатты зацикливаться етіп, үй алам, күні-түн дұға қылып жатырмын, техника стақандағы су. Біз не үшін бұл нәрсе? Бұның барлығы оңай нәрсені қатем, оңай. 6000 теңге кітап, квартира, вау. Вообще-то 30 әділ өтеді. Оған сомнение болмасын. Аллахтың алдында сіздердің 30 әділ өтеді. Бірінші нәрсе. Екінші нәрсе. Пәтер 8 ақ. Алып атқан адам 25 мың. Ойлаңыздар. Екінші бір нәрсе. О жерде енді 600-ге жуық жүлде бар. Аллахтың қалауымен. Сондықтан кітапты алған кезде білім алып жатырмын деп ойлаймын. Сіз кітап, по-любому кітап сатып аласыздар ғой. По-любому аласыздар ғой кітапты. Марафонда карта мечты жасайсыздар. Інім үйленбей жатыр, мамам стрессте. Мама мия, не деген күшті стресс мамаңыздікі. Мамаңыз стресске кететіндей не болды? Баламның үйленуіне мүлде мүмкіндік жоқ деп ойлайды ма ол кісі, или баласының денсаулығына күмән пайда болды ма? Екінші бір нәрсе. Мамаңыздың қалауы баласының үйленгені. Бірақ ол бала, ол өзінің энергетикалық полясы бар. Оның өзінің түп санасы бар. Өзінің аяқ қолы, миы бар. Өзі ойлана алады, өз өмірін өзі жасай алады. Сондықтан ол мамаңыздың қалауы балам үйленсе. А баланың қалауына емес шығар. Бала мүмкін свобода, еркіндікте біраз жүргісі келетін шығар. Мүмкін оны кездесіп, ойлап жүрген адам бар шығар. Осы адам әйел бола ма, болмай ма, әлі сұрақтың жауабын таппаған шығар. Зачем оны асықтырып? Зачем? Марафонға барып көрсек бола ма? Барып көре алмайсыздар, ол интернетте телефон арқылы былай қатысатын дүние ғой. Аудандарда кітап сатыла ма, сатылмай ма білмеймін, бірақ кітапты түпсана ұтысы парақшасынан көріп ала аласыздар. Ғажайып 28 күн садақаның бір күнін өткізіп қойдым, қайта бастаймын ба? Бүгін 2 күннің есебінен беріңіз. 2 адамға 2 бөлік. Сіздің әңгімелерді тыңдай бергім келді. Рахмет. Көрген қалдым, қайта жазыңыз 28 күнге ниет айтамыз ба? Ол мен чекті жібердім, төлегім жасаған, бірақ Сакимолда жауап жоқ. Қыздар, жігіттер, ғажайып техникалар сабағына ертең полный тіркеу басылады. Чек жібергендер еш саспаңыздар. Уақыт әлі көп, 10 күн уақыт бар әлі, иә? Сондықтан сіздерді спокойно қосады. Сабақ 2 күн емес, 3 күн болатын болды. 3 күнге создық. Неге? Себебі техникалар көп болып кетті. Ғажайып 28 күннің өзі почти 1 сағатты алады, иә? Ғажайып 28 күнмен в потоке шылақ. Сауатты аффирмациялардың өзі 1 күнді алады. Одан кейін карта мечты 1 күн жасаймыз оны. 1 күн жасаймыз. Сосын визуализацияны үйрету. Ол уақыт көп. Сол үшін біз ғажайып техникалар сабағын 3 күнге создық. Бұл жерде ата-ананы ақтау болмайды. Бұл жерде ақша, байлық зонасы сабағы болады.
өкпе реніш қорқыныштар болмайды. Сондықтан желательно бұл сабаққа келіндеріңіз, ұлдарыңыз, қыздарыңыз, особенно студенттер 8, 9, 10, 11 класс оқушыларын қатыстырсаңыздар болады. Мощный болады. Олар ертең енді тапсыратын балалар, қандай оқуға түскісі келеді балалардың. Білмейді да көп балалар. Қай жақта тұратынын білмейді. Көп балалар ауылдан шығып кетсек аштан өлеміз бе деп қорқады. Не үшін? Әке-шешесі миына құйып тастағанда, ойбай, балам тыныш жүр, тыныш жүр, тыныш жүр. Үйге бала, не дай боқ, бала бір ақша алып келсін, біз паника бастайды. Қайдан алдың, кім берді саған? Ойбай, сен сотталайын деп жатсың. Все, уже балана уже бітті, бала орысшы, алаяқ деп қабылдап, уже балаға паника создавать етеміз. Сондықтан балаларымызға, келіндерімізге мотивация беру үшін от қатыстырсаңыздар болады. Қазақстан ажыраспауға қандай аффирмация айтса болады? Аффирмациядан бұрын ажыраспауға бірінші установка керек. Мен бақытты отбасымын бірінші, иә. Бақытты отбасы ажыраспайды ғой. Бақытсыз отбасы болғасын ажырасады, да, примерно. Сондықтан бірінші установканы жөндеу керек. Екінші, ажыраспауға аффирмация. Не қорқып тұрсыз ажырасуда? Не үшін? Күйеуіңіз бөтен қимыл жасап жүр ма? Күйеуіңіз сізге внимание бөлмей жүр ма? Күйеуіңіздің тарапынан қандай да бір селқостық, бәлкім сондай сезіп жүрген шығарсыз. Онда не істейсіз? Алдымен күйеумен жұмыс жасаңыз. Күйеуіңіздің махаббатын оятыңыз, өз махаббатыңызды оятыңыз, отбасындағы атмосфераны жөндеңіз, үйіңізге переустановка жасаңыз, үйіңізге диван былай тұр ма, уборка жасаңыз, бәрін ауыстырыңыз, дастархандағы скатертті өзгертіңіз, дастархандағы мынау қант салынатын, мынандай финики салынған, бал салынған, варенье салынған ыдыстың бәрін тап-таза жуыңыз, дастарханыңызды әппақ скатерть, әппақ посудамен әдемілеп шай беруді өзгертіңіз, үйдің ішін өзгертіңіз, киіміңізді өзгертіңіз, мінезіңізді өзгертіңіз, яғни өзіңізді өзгертіңіз. Сонда сіздің қалай ажыраспаймын деген ойыңыз өзгереді. Кітапқа очередь қой, иә, солай болып жатыр. Кітап өте күшті алып жатыр. Аллахқа шүкір, Аллахтың қалауымен 3 кітап алдық, сәттілік тілейміз. Бұйырса мен қазір бір байлық зонасына кіре алмай жүрмін. Жан, спокойно кіресің, спокойно. Бірінші миды кіргіземіз. Миымызға тыныштық орнатсақ кіреміз. Марафонға берілген тапсырма бойынша сұрақтар бар еді. Қайда жазам? Сұрақтар бөлімі деген таба алмадым. Бізде Құралай ханым сұрақтар бөлімінде отыр. Маған сұрақтың бәрін жіберіп отыр. Келін айлығын бергісі келмейді деп сұрады. Сізден сол жайлы не айтасыз? Келіннің айлығын не қыласыз? Баяғы қызыл қалады. Келіннің айлығын не қыласыз? Не қыласыз оның айлығын? Келініңіз кішкене сараңдау шығар бәлкім кішкене әл-ауқат төмендеу отбасында өскен шығар. Мен ол жағын айта алмаймын, айлығын тартып ал деуге келмеймін. Сізге не үшін керек? Сіз келіннің айлығына қарап отырсыз ба, прямо ақшадан қысылып жүрсіз ба? Біріншіден, келіннің айлығын алу үшін баланың айлығын алу керек. Балаға билік жүргізу керек. Сонда балаңыз келініне билік жүргізеді. Неге сіз келіннің балаңыз араласпайды? Не үшін сізді келініңіз тыңдамайды? Однозначно сізді балаңыз тыңдамайды. Вот проблема в этом. Келінде емес проблема. Проблема сізбен балаңыздың екі ортасында болып тұр. Кешірім өтінем, шай ішіп алайын. Сіздерден қорыққанымнан жайлап дыбысымды шығармай ішіп отырмын ғой. Сіздің сабаққа қатысу арман болды. Цель қоясыз болды. Мен 2020 жылдың ақпан айында Тұрсынбайған сабағына қатыстым. Немесе Тони Робинсон сабағына қатыстым. Без разницы. Цель қойыңыз, қатысасыз. Мақсат жұмыс жасайды. Жолдасы мүлде отбасын ойламай жүргенді ұнатады. Жаным сол, жаным. Зачем осылай көпіртіп көп сөйлейміз әйелдер қауымы? Жолдасыңыздың не ойлап жүргенін қайдан білесіз? Ой оқи аласыз ба, не? Или маңдайына зуылдап былай анда бегущий строкамен жазылып жатыр ма күйеуіңіздің? Қайдан білесіз не ойлап жүргенін? Кітап Қазақстанның барлық қаласында бар. Ас болсын. Қандай шай ішесіз? Мен қазір люкс ішіп отырмын. Мен диетадамын, қыздар. Диетадамын. Давайте бірігіп ұстаймыз диетаны. Төше беріңіз, тіпті мән бермеппін, сіз не үшін не болғансыз. Негізінде мен өзімде онлайн сабаққа көп қатысам ғой. Ресей психологтарына әзірше ағылшын білмеймін, ағылшынша білсем қатысушы едім. Сонда осындай бір бүйтіп жыбырлап отырса бір түрлі болып қаласың ғой өзімізде. Рас ол негізінде, шындығында.
жетісайға кітап жіберіңізші айтайын қыздарға. НЛ-ға жазылу қанша, оны НЛ-дағы қыздарға хабарласып біле аласыздар. Адамдарға жақсылық жақпайды, ішіп отырса да сіздерге пайдасы тигізіп отыр. Өтірік сөйлегенді қалай қойдыруға болады? Бетіңізді қалай күтесіз? Сіз тыңдай бергім келеді, рахмет. 28 күнді қалай ұстаймыз? Сіз өтірік айтасыз ба? Конечно, айтам. Конечно, айтам. Мен де люкс ішіп отырмын, Айнұр ханым, ас болсын. Алла шифа берсін. Красавица екенсіз. Фотошоп, қыздар, фотошоп. Сіздің қолыңыздан астына қаласынан клип бересіз маған. Аллах нәсіп бұйыртсын. Ағылшын білсеңіз не істер едіңіз? Ағылшынша білсем, мен қазір Америкаға барып оқитын едім. Мықты өткенде бір итальяндық бір нейробиологтың сабақтарын көріп қалдым. Кішкене ғана переводы бар да, кішкентай ғана. Адамның өзі 100-ден асып қайтыс болған. Ұзақ жасату адамның өзіне байланысты деген сияқты тақырыптарды зерттеген да, ол кісі өзі 100-ден асып қайтыс болған екен. Енді мощный сабақтың шет жағасын ғана көрдім, кішкене перевод. Дальше оқиын десем, ізден десем, жоқ, аудармасы жоқ та. Сауда жүрмесе не істеуге болады? Садақа көп береміз, садақа. Күннен күнге жасар әдемі болып, рахмет. Күйеуіме маған тек әйелге қатысты жұмыстар істеуім керек екен, болмаса еркек болып кетеді екенбіз деп айтып қоямын. Жалпы ағылшын тілін үйрену оңай ғой. Ойбай, сізге оңай шығар, мен даже орысша үйренуге қиналып жүрмін ғой. Соның өзінде байқайсыздар ғой, арасында окончаниялар кетіп қалатады. Это же есть же, это деп қаласың ғой. Жасым 42-де. Сіздің сөйлеген ғажап, рахмет. Кітап пәтер алуға алғам, ал қазір ойым қатты өзгерді. Енем күйеуіме квартира әпердім деп ай сайын маған ақша аяғы жоқ. Жақсы көңіл күйді жаман ойлады. Қараңыздар, жаңа күш техника айтамын деп едіңіз ғой, не айтамын деп едім, құдай, мен қуып кететін болдым ғой. Мысал үшін, адамдар қиындық көрсе, пісіп жетіледі. Қиындық көрген бала уже пысық болып жетіледі, біз мысал үшін бізді пісірді ғой әке-шешеміз. Ананы істе, тамақ істе, сиыр сау, үйді әктейсің, бүйтесің, уборка, суборка, есіктің алдын сыпыру, су әкелу, кір жуу, бәрін қолмен жасадық та. Былай қарасаң, пістік, жетілдік деп айта аласың. Қазіргі кезде мен көп үйдің жұмысына көп беттей алмаймын да, даттау бетім қайтып қалғанда примерно. Қазір мен мысал үшін әйелді энергетикамды көрсетіп, үйдің тірліктерін жасап, бір уют создавать етейін десем, шаршап қалғам да. Өйткені мен 10 жасымнан істегем да ол жұмыстың барлығын. Біз айтамыз, қызымыз пыстық болып шығады, бәле батер. Ертең ол қызда күш болмайды. Қыз баланы кішкентай кезінен жұмсай беру, ананы істе, мынаны істе, шашыңды жұлам істеп қой, бүйтіп қой, сөйтіп қой. Нагрузка оның иығына көп үйдің тірлігін сала беру қызыңызды сильный қылады. Қыз сильный болу жақсы ма, жаман ба? Конечно, жаман. Қыз сильный болғанда, никогда бір отбасында әйелде еркекте сильный болмайды. Біреу сильный болады, біреу слабый болады. Слабый деген слабость, нәзіктік, женский гормон. Даже еркектер бар, ер азаматтар, женский гормоны көп. Не үшін? Өйткені оның әйелі сильный да, әйелінің мужской гормоны көп та, әйелі күйеуінің энергиясын алып қояды. Өйткені кішкентай кезден әке-шешесі пісіріп, андай жаңа ысылып өсесің, пісіп өсесің, мықты боласың, бәле боласың, мынаны істе, ананы істе. Анау күшті болып алған да, әйел. Күшті болып алған. Күшті әйелді күшті еркекке, күшті әйел керек емес. Күшті еркек керек емес. Сондықтан әйелдер еркек болып, еркектер әйел болып бара жатыр. Сіздің ойыңызша ол неге байланысты? Ол әйелдерге байланысты. Әйел өзін нәзік сезінгенде еркек автоматом өзін күшті екенін сезіне бастайды. Біз не істейміз әйелге? Екеуміз бірдей істейміз, жаңа жазып жатыр ғой, біз еркек екеуміз теңбіз. Еркекпен теңмін деген әйел, не деген сөз? Еркек күшті болса, мен де күштімін. Все. Ол әйел еркектің романтикасын, еркектің заботасын уже сезіне алмайды. Потому что ол сильный. Сильный әйелге забота не керек бар? Ол кейбір еркектер айтады да, мен әйелім өлмейді ол дейді. Ол өлмейді дейді. Еркекке бұл установка дұрыс емес. Мені әйел менсіз өлмейді. Ол өз-ақ қатырады бәрін, өз-ақ жасайды десе, біз далақтап, шалып бәрін өзіміз салтылдата береміз. Ол еркекті өсірмейді. Еркек қай кезде өседі? Әйел менсіз қорқады. Мен әйелім үйге ерте қайту керекпін, ол шошиды. Оған продукт апарып, оған жалға ашуға болмайды.
оған менсіз тойға баруға болмайды, көшеге шығуға болмайды. Өйткені ол менсіз жүрген оған қауіпті. Оның қасында постоянно мен я за каменной стеной болу керек менің жанымда, я опора, защитасы менмін, оның қорғанышы, тірегі де, жүрегі де менмін еркектің. Вот осы состояние еркектерге оятамыз. Қалай оятамыз? Нәзік болғанда. Өзім істей салам, өзім қатырамын бәрін, өзім табам. Сен жатырсың, сен бүйттің, сен сөйттің. Әйел адам қатты сөйлеген сайын мужская энергетикасы көбейіп кетеді. Мужской гормон көбейіп кетеді. Қатты сөйлеген сайын, жұмсаған сайын. Жұмсау деген не? Бұйыру. Бұйыру деген не? Бұйрық, приказ. А кто любит приказывать? Мужчины. Когда женщины много приказывают, слишком много, бала шағасына бүйт, сөйт, мужской гормон көтеріліп кетеді. Ертең, хорошо, сіз қазір анасыз, балаңызды бұйырасыз, сөйтесің, бүйтесің. А ертең сіз қартайған кезде балаңыз сізге қарамаса, балаңыз сізге забота көрсетпесе, балаға ренжімеңіз, потому что вы сильная. Мен сильныймын деген программа орнап қойған. Бала не істейді? Мамам сильный, менің апам мықты. Ол сильный. Сондықтан әйел, біздің анамыз мықты кісі, менің әйелім мықты әйел, мен мықты әйелмін деген, это не комплимент, қыздар, это унижение. Это значит, сіздің жаныңызда сильный еркектің, мықты еркектің жоқ екенін білдіреді. Қасында мықты еркегі бар әйел мықты болмайды. Ол әлсіз болады. Ол әйел болады. Мой папа всегда говорил, менің қызым не пропадет. Ол не үшін айтатын еді папаңыз олай? Айнұр ханым 28 күн марафонда спирттік ішімдік ішсе бұзыла ма? Жаным әшейін. Спирттік ішімдік ішсең, вообще өмірің бұзылады ғой. Не только марафон. Не только марафон. Ер азаматымыздың айтқанын орындай бергенде басынып кетпейді ма? Егер сіз состояние жертвада болсаңыз, сүмірейіп отыра берсеңіз, конечно, басынып кетеді. Дана әйел мен ақылды әйелдің айырмашылығы неде? Одно и то же ғой. Айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Даналық деген не? Ақылдылық. Ақыл қайдан пайда болады? Даналық қайдан пайда болады? Ақылдылықтан пайда болмай ма? Сабырлы әйел мен төзімді әйелдің айырмашылығы қандай деген сияқты ғой, примерно. Ұйқыны жақсы көрем, таңертең тұрсам ұйқыны ойлаймын, түсте ұйықтаймын деп. Ол неден? Білесіз ба? Өзіңізге сенімсіздіктен, біріншіден, екіншіден, сізде однозначно айтам, 100% көп ұйықтайтын адамда цель жоқ. Цель болған адам сол цельді қалай іске асырамын, не істесем болады. Кейде бір нәрсені қатты күткенде, ойлаған кезде, тойға қарсы бір тойға барам, біреумен кездесетін кезде ұйқым қашып кетеді ғой. Не кием, қалай істеймін, не істеймін, не қоямын да, волнуемся, потому что алдымызда цель бар. Сондықтан цель табу керек сізге. Өзіңізді зерттеңіз, неге бейіміңіз бар, қолыңыздан не келеді? Өзіңізді зерттеңіз, өзіңіз тастап жібермеңіз солай. Сіздің НЛ-дағы қыздарыңыз бар ма продукциясында? Конечно, қыздар көп. Мен де историсқа қойып қойдым. Телеграм чат бар бізде НЛ туралы. Бір минут. Адамдар тез сөзге келіп қалам, не істесем болады? Ауызды жабамыз, сөзге келіп қалу деген ұрысы ғой. Ауызды жабамыз. Аузымызды жабамыз. Маятник қой оның барлығы. Директке жазғам, жауап жоқ, не успеваете дейді. Мен вообще директ көп қарамаймын. Директорым отырады менде. Арасында бір күнне не қылып қоям. Арасында ғана кіріп қоям. Очень интересно слушать. Бибігүл, рахмет жан. Ақтауға келсеңіз сізбен сөйлескім келеді. Мен пазырше личный прием мүлде жасап жатқан жоқпын. Личный прием менде өте қымбат, білесіз де, соған қарамастан жасамаймын. Өйткені ол жерде ақшадан маңызды нәрселер бар. Ол адам состояниесіне кіру керек болады. Оның болын қабылдап алу керек болады, тыңдау керек болады да. Сол кішкене маған қиындау. Енді тапсыратын қызға ақыл, енді тапсыратындар, жұмысқа кіре алмай жүргендер, вообще өзінің өміріне көңіл толмай жүргендер, осы 10-11-дің сабаққа қатысыңыздар. Бірінші ойлаңызшы, дәл қазір отырыңыз. Бақыт деген не? Бақыт деген қазір осы жерде, дәл осы жерде
осы жерде. Егер сіз өткен шағыңызды ойлап отырсаңыз, сіз осы жерде тұрған жоқсыз. Қазір ойлаңыздаршы, қай жердесіздер. Мен сіздерге бір жақсы техника айтайын ба? Сіз өзіңіздің реалистсіз ба, жоқ қиялсыз ба, кішкене сол жағын реттегілеріңіз келетін. Онда былай жасап көрсеңіздер болады. Көздеріңізді жұмыңыздар да қазір. Мен комментарий өшіре тұрайын. Ответке қоя салайын. Комментарий өшіре тұрайын. Көздеріңізді жұмасыздар. Көзді жұмғаннан кейін елестетіңіз, дәл қазір сіз отдықта жүрсіз. Қайда жүрсіз? Теңіздің жағасында жүрсіз ба? Жоқ әлде тауда жүрсіз ба? Болмаса ауылға бардыңыз ба? Қайдасыз? Көзіңізді жұмып елестетіңіз. Демалып жатырсыз, елестетіңіз, тамақ ішіп жатырсыз. Қай жерден тамақ ішіп жатырсыз? Не тамақ ішіп жатырсыз? Ойлаңыз. Қасыңыздағы адамдарға қараңыз. Бәлкім сіз теңіздесіз, мен білмеймін о жағын. Бәлкім сіз таудың етегінде жүрсіз, бәлкім сіз ауылда керемет маевка жасап жатырсыз, бәлкім сіз басқа бір, қай жерде демалғанды жақсы көресіз. Мүмкін караокеде ән айтып отырсыз. Күшті сондай өз демалысыңызды көз алдыңызға жаслап елестетіңіз. Сіз рахаттанып отырсыз, демалып отырсыз, ешкім мазалап жатқан жоқ, рахат, ешқандай проблемаңыз жоқ басыңызда, қарызыңыз да жоқ, бәрі керемет, сүйікті адамдарыңыз қасыңызда, сүйікті асыңызды іштіңіз, керемет жерде демалып жүрсіз, өте керемет состояниедесіз, көңіл-күйіңіз өте тамаша. Демаламыз, тауда болсаңыз тауға шығыңыз, теңізде болсаңыз қазір теңізге түсіп алыңыз, рахаттанып демалыңыз. Енді ораламыз, қайтамыз, отдықтан қайтамыз. Енді сұрақ. Отдықтан қайттыңыздар. Енді көзіңізді ашыңыз. Отдықтан қайтқан кезде бірінші қай жерде қайттыңыз? Маған сұраққа жауап беріңіздерші. Қайда қайттыңыздар? Отдықтан қайтамыз деп сұрақ мен айттым ғой, сол кезде сіз қай жерде болдыңыз? Миыңыз қай жерде? Теңіздің қасында. Отдықтан все, біз қайтамыз деген кезде ауыр болды да? Отдықтан елестете алмаймын. Это плохо очень. Визуализация жасай алмайсыз. Көліктің ішінде болдыңыз, Екінші. Үйге, Рахат Базарова үйге, Гаухар Мейк жолда, үйімде, үйге, өз үйіме қайттым. Орман мен өзеннің жағасында, үйде болдық. Теңіз, жолда, үйде, үйімде. Енді қараңыздар, үйде самолетта отырсыз. Муканова вообще самолетта отырсыз. Мырзагалиева аэропортта, суда. Енді қараңыздар, адамдар екі топқа бөлінеді. Біреулері реалистер, кәдімгі шынайы өмірмен өмір сүреді. Біреулері қиял ғажайып әлемі бар, сол қиялында өмір сүре береді. Өмір мына жақта өзгермейді, им пофигу, сол қиялында өздері жүре береді. А реалистер конкретно нәрсені ойлайды, конкретно соған амал қылады, яғни олар ойлаған, армандаған нәрселеріне әлбетте жетеді. Енді сіз қай типқа жатасыз? Реалистке жатасыз ба, жоқ жаңағы қиялиға жатасыз ба да? Егер сіз отдықта жүрдіңіз, қайтамыз дегенде тура осы. Мен мысалы үшін өз үйімде дастарханның басында осылай, осы жерге оралдым да. Егер сіз тура осы отырған жеріңізге келмесеңіз, сіз онда қиялисыз. Сіз қиялыңыздағы дүниеңіз бар, бірақ қиялыңыздағы армандарыңыздың орындалуы өте қиын. Өйткені сіз оған әрекет жасамай, сол қиялыңызбен дальше продолжать жүре бересіз да. Сондықтан сіз дәл осы отырған жеріңізде, қазір үйіңізде отырсыз ба, не важно, қайда отырсыз, тура осы жерге оралған болсаңыз, онда сіз реалистсіз. Онда сіздің армандарыңызға жетуіңізге мүмкіндіктеріңіз өте бар. Сізде ресурстарыңыз оған жеткілікті, арманыңыз орындалатынына сенесіз, және сенгендіктен де сол карта мечтаны да жасайсыз, аффирмацияны да айтасыз. Қияли. Вообще қияли деген нәрсені енді бірнеше, мысалы мен өзім өте қияли болғам. Наверное, өте қиялдадым, бірақ бүкіл қиялым орындалды мен былайша айтқан кезде. Бүкіл қиялдарым орындалды. Қияли ойдан қалай құтылуға болады? Не үшін біз қиялдаймыз, не үшін реалист болмаймыз, не үшін потому что сенім жоқ, доверие жоқ, Аллаға сенім жоқ.
Мысалы үшін теңізге барғым келеді, бүйтем сөйтем дейміз да, миымызға неде қандай программа келеді? Ой, ондай қайда, көк тиын ақшам жоқ, қарыз болса мынау, жұмыс істемейміз, үйім жоқ, күйім жоқ деп жылап қоя береміз да. Жылап қоя береміз. Ал реалистер не істейді? Реалист дегенді ештеңкеге сенбей тіршілік қылады. Мен ондай келіспеймін. Реалист цель қойды ма, все, менің арман мақсатым орындалады. Қатып жатқанын біліп тұрмын. Адамдар азайып кеткенінен біліп тұрмын. Айнұр ханым өте жақсы кітап жазыпсыз. Бірінші сөзден бастап өте түсінікті. Енді техникаңызға жеттім. Жай тазаланып келе жатырмын. Машаллах. Алла зейініңізді ашсын. Лайым кітаптан алған біліміңіз қажетіңізге жазасын. Сәлем, менің құлағы естімейтін, сөйлемейтін балам бар, депрессия көп түседі. Қалай көмектесуге болады? Мынандай жазатын нені бердіңіз ба? Жазатын оқу бар ғой, құлағы көрмейтін, сөйлей алмайтын. Ол көзі көрмейтіндерге арналған. Оқи алады ғой балаңыз. Құлағы несі, ол көзге влиять етпейді. Сол оқу арқылы оқитын кітаптар беріңіз. Тони Роббинстің кітабын беріңіз, Луиза Хейдің кітабын беріңіз. Өсірсін өзін өзі. Атыраудан жалынды сәлем, Айнұр ханым, күштісіз, аман болыңыз, бақытты болыңыз, қуаныштымын, машаллах. Біз ақша жинай алмаймыз. Ақша жинай аласыз, сіз просто ақшаңызды жеткізе алмайсыз. Ақшаңызды жеткізе алмайсыз. Тұтығып сөйлеймін, адамдардың алдында сөйлеуге қорқам, тұтығып қалам ба деп. Медитация, әселі, медитация, аффирмация, ғажайып техникалар сабағына қатысыңызшы, өтініш. Иншаллах, Аллахтың қалауымен құтыласыз. Одан тұтығудан құтылуға болады, заиканиядан құтылуға болады. Заиканияда құтылу деген страх қой. Страхта тұрады біздің миымыз бүйтіп, страхта бүйтіп қалады да, бүйтіп напряженно тұрамыз, денеміздің бәрі напрягация етеді. Неге заикация ететін кекештер? Кекеш адамдар не үшін өлең айтқанда кекештенбейді. Любой кекеш бар, мен білемін, таныс әншілер де бар. Кекештеніп қалады сөйлеген кезде. Бірақ өлең айтқанда кекештенбейді. Себебі адам өлең айтқанда оның миы полный тыныштықта, демалыста болады. Миы қорқынып тұрған адам ай деп өлең айтпайды ғой. Өлең айтқанда әнге беріліп кеткен кезде миы тыныштықта болады. Сол үшін сөйлеген сөз кезінде де сондай бір тыныштықпен сөйлеп үйреніңіз. Постепенно. Иншаллах көмектеседі. Ипотека туралы айтыңызшы, жинағым келді, көп балалымын. Ол туралы ешқандай айта алмаймын, өйткені ипотека туралы өзім сауатым жоқ адам. Бесполезно, қанша жазым бірінде оқымайсыз. Вот дәл жазғаныңызда оқитын едім, иә. Шілдехана тойды армандаймын. Кто мешает? Заикание баламда не істеу керек? Өлең айтқанда кекештенбейді. Вот, көрдіңіз бе? Өлең айтқанда кекештенбейді. Балаңызға массаж жасаңыз. Массаж жасаңыз да баланы қорықпауға. Балада страх бар. Страх бар. Өткендегі 3 күндік сабағыңыз керемет өтті, тағы қатысқым келеді, қажетіңізге жарасын. Қызымды асырап алғанмын, ол білмей жасуын бірден қашан қайтып айтсам болады. Ақыл есі кірсін кішкене. Ақыл есі кірсін. Наверное, көп жағдайда асырап алған балалардың 90%-ында асыранды екендігін негізі сезеді олар. Негізі сезеді. Наверное, сіздің балаңыздың өзі де сұрап қалуы мүмкін. Көп жағдайда біліп тұрып сұрамайды, не үшін? Асырап баққан ата-анамды ренжітіп алам ба деп қорқуы да мүмкін да. 5 баламыз бар, Аллаға шүкір, билетті қайдан алуға болады. Билет емес, кітап қана алынады. Кітап қана бар бізде. Мына парақшаға кірсеңіздер, түпсана 30-сы. 136 мың оқырманы бар, шатастырмаңыздар. Түпсана кітабы, түпсана 30-сы деп басқа парақшалар ашып қойған, 2 сызықшамен басқа әріпін өзгертіп, сондай кісілер кешеден бері көп кітаптар сатып тастап, біз ол адамдарды таба алмай қалдық. Осы парақшада көрсетілген номерлерде ғана сатылады. Немесе мына менің дайректімді ашасыздар ғой, мына дайректті ашқан кездегі сол истористегі хаттар бар ғой, соның ішінде көрсетілген қыздар болса, солардан алсаңыздар болады. Жолдасы машина ұтысына қатысып билетті алғысы келеді, бірақ бұйыра ма деген сұрақ өзін-өзі сенбей тұр ғой. Железобетон сенім болғанда алады ғой, просто ол сенімді табу қиын да, өте. Сенімнің келуі қиын да, күмән үнемі миды шұқылап тұрады. Өзіңізге айтатын аффирмацияны айтып жіберіңізші, айтайын ба? Өзімнің аффирмациямды. Менің балама ауырса тұрып қорқып келеді қасыма түнде, бірақ есінде жоқ. Бала кішкентай, баланың бәрі сөйтеді ау.
сіздің сабағыңызға қатыспағанмын, бірақ күйеуімнің группаласы машинаға ақша берді. Просто так, бұл қалай? Аллах тағала берді, оны күйеуіңіздің досы емес. Аллах тағала берді. Аллахқа жағатын бір тірлігіңіз болғанда. Ашулана берем, қыздарыма ауыса берем. Жаным Майра, сабаққа қатысашы. Депрессияға түсіп жүрмін, жылай берем, не істесем болады. Я хочу сделать той своей дочке на годик. Ата-енем жасаймыз деп алдында айтқан, но қазір, мне кажется, не сделают, потому что им все равно, жалеют денег. Зачем тогда обещать? Екі сөйлеп. Мерекеева. Сізде өте претензия көп қой ата-енеңізге. Ата-енеңіз қара, зачем екі сөйлеп, зачем так обещать деп тұр. Қараңыз, енем жасаймыз деген алдында. Но мне кажется, не делают. Видите, они не сделают деген әңгіме болмаған. Вам так кажется. И не үшін екі сөйлейді, оңбаған. Сіз уже олар жасаған жоқ. Сіз уже осуждениеға кетіп жатсыз. Вы притягиваете неприятность. Жаным, ата-енеңізді қабылдаңыз. Жасаса да, жасамаса да хайыр. Лайым қызыңыздың бүкіл өмір тойға толып отырсын. Сіз қазір претензия іздеп жатырсыз да. Саналы түрде тойды қалап тұрсыз, бейсаналы түрде. Ата-енем жасамаса, шұқығанға жақсы да, күйеуіңізге айтасыз. Көрдің бе, сен әке-шешең жасамаған. Көрдің бе, сен қысының ақшаны аяп қалды олар. Мені көрдің бе деген бір нәрсеге атакаға уже дайын тұрсыз да қазір. Маржан, ты здесь дейді. Маржан, қайдасыз, жауап беріңіз. Балам сиіп қояды. Бұл өте көп кездесіп жатқан диагноз. Бала сиіп қойса, ни в коем случае түнге қарай ұйықтайтын кезде балаңызға бар төсекке сиіп, бар туалетке сиіп кел деп айтпаңыз. Бейсаналы түрде бар туалетке сиіп кел. Әйтпесе төсекке сиесің деген сигнал уже кетіп тұр да. Не обращаем внимания. Сиіп қойса да түк білмегенде ауыстыра салыңыз. Неге сен сиіп қойдың, неге сен бүйттің, вообще ұрыспаңыз. Сіз ұрысқан сайын балада тағы да сиіп қоямын ба деген страх көбейе береді. Вообще оставьте в покое. Ничего страшного, балам, бұл өзі со временем кететін нәрсе деп қойыңыз, сенімділік. Сіз неге деп шошыған сайын, қорыққан сайын, оны тексерген сайын, ұрысқан сайын балада сұрақ көбейіп, ол құтыла алмайды. Бірінші сіздің миыңыздан кетсін проблема. Когда вы успокаиваетесь, балаңыз успокоится етеді, баладан кетеді. Байқайсыздар ма, кез келген бала үйге кіріп келгенде мамам қайда дейді. Кез келген бала бір нәрсені төгіп алса, сындырып қойса, бірінші мамасына қарайды. Мамасына қарайды. Әкесіне, әжесіне қарамайды. Бірінші мамасына қарайды. Мамасынан қорқады. Яғни баланың бойында бүкіл қорқынышты біз береміз. Баласының бес алса, бір нәрсе бірінші мамасына айтады. Мам, бес алдым, мам. Бірінші мамасына айтады. Бір жақсы жаңалық болса, бірінші мамасына айтады. Не үшін? Мамасының көңіл күйіне қарап әбден үйреніп қалған. Мамасы мен баласының көңіл күй примерно бірдей болып қалады. Мамасы қорқатын нәрсе баласында кездеседі. Балам үйленбей қалады, үйленбей жатыр дегенде, бала үйленбейді екен, мамасының паникасы беріледі да уже. Балам сиіп қояды, не істеймін, бала уже сиіп қоя береді да. Так что мамалар, құрметті аналар, успокойтесь. Өз-өздеріңізді кішкене тыныштыққа, сабырға келтірген кезде, сіздер тыныштыққа түскен кезде, бала тыныштыққа түседі. Адам тыныштыққа түскенде, ол адамнан проблема қашады. У мужа вторая жена, я себя взяла в руки благодаря Аллаху и вам. Аллах сізге сабыр берсін. Әрине бұл әйелдер қауымына өте ауыр сынақ. Но өмір әлі біткен жоқ. Так что сіз сабырлы болған кезде жеңіс сіздің жағыңызда болады. Оған еш күмәнданбаңыз. Ол әйелді жек көрмеңіз. Ол әйелдің кінәсі жоқ. Күйеуіңізді жек көрмеңіз. Оның да кінәсі жоқ. Ешкімді жек көрмеңіз. Ешкімнің кінәсі жоқ. Бұл өмір. Так что спокойно қабылдаңыз. Осылай болу керек болған. Аллах маған берген. Қабылдаған кезде, принимать еткен кезде, тыныштықта өз-өзіңіз сабырға шақырған кезде сіз жеңесіз. Даже не сомневайтесь. Менің уақытым бітіп жатыр. 10-11 ақпандағы ғажайып техникалар сабағына сұраныс өте көп болып жатыр. Сондықтан я вам советую 5 февральға шынтірек келіп тастаңыздар. 5 февральдан кейін ажиотаж басталып кетеді. Уже басталып жатыр. Сондықтан пока свободно қосылыңыздар. Сабақ мощный болады. Бүкіл арман орындалады. Оған еш күмәндарыңыз болмасын. Аллах сіздерді сүйеді.